Ал танымал вайнерлердің тағдыры таразыға түсуде. Мудабара Capital қаржы пирамидасын құрып, оны басқарды деген күдікке ілінген Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовқа қатысты сот басталды. Алматыдағы алғашқы процесс онлайн өтіп жатыр. Айыпталушылар қатарында блогерлерден бөлек 10 адам бар. Тағы екеуіне, соның ішінде Әзілкеш Әзімжан Саидбаевқа халықаралық іздеу жарияланған. Тергеу мәліметінше, заңсыз ұйымның жәбірленушілерге келтірген шығыны 5 миллиард теңге. Алайда алдын ала тыңдауда күдіктілер тағылған айыппен келіспейтінін тағы қайталап айтты. Сондай-ақ Мейіржан Төребаев істі прокурорға қайтару туралы өтініш берді. Оның пікірінше тергеу барысы заңға қайшы жүріп жатыр екен. Так как было сделано следователям очень много нарушений. Тергеуші тарапынан бірнеше қателікке жол берілді. Телефоннан табылған жазбаша және аудио деректер іске қосылмаған. Және сот сараптама құжатының астында маған қатысы жоқ адвокаттың қолы тұр. Сондай-ақ қаржы пирамидасы 28 мамырда құрылған, ал мен оған 10 қарашада келдім. Сондықтан негізін қалаушы деген айыппен келіспеймін.